Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jami'an. Сіздерге Алланың сәлемі, рахметі, берекеті болсын, құрметті мұсылман бауырлар. Сіздерге бүгін азғантай әрі қызықты бейне материалды көруді ұсынамын. Әңгіменің өрісі исламдағы құрбандық шалу ережелері туралы болмақ. Алдымен жануарлардың құрбандық шалар алдында Алланың есімі аталғанда қалай бағынатынын көрсетеміз. Жалпы құрбандық шалу мыңдаған жылдар бойы Ибрахим, Нух, Муса, Исаның, Мұхаммедтің барлығына Алланың егілігі мен сәлемі болсын заманында жасалғандай жүзеге асырылады. Сіздері жануарлардың бауыздаудың алдында ешқандай құрал дәрі-дәрмексіз Алланың есімі аталғанда сондай тынышталған күйге түскеніне куә боласыздар. Іске кіріспес бұрын жалпы Зәбір, Тәурат, Інжіл, Құран барлығы да бір Аллаға шақырған кітап болып табылатынын айтқым келеді. Және құлшылыққа лайықты бір Алла ғана. Қой мен ешкіні, жан-жануарларды адам баласының қызметіне, пайдасына жаратқан. Қасиетті жазбалардың барлығы дерлік жан-жануарларға мейірімді болуға шақырады. Белгілі бір құрбандық малын шаларда Алланың есімі міндетті түрде аталуы тиіс. Сіз оны ағылшынша, жапонша, французша, арабша, қай тілде айтсаңыз да, ол дәл сондай әсер береді. Тек сіздің ниетіңіз күшті болуы керек. Жануарлар да оны сезеді. Егер жүректе иман болса, жануарлардың Алланың есімі аталғанда бағынуы сөзсіз деп айтар едім. Аллаху акбар. Біз бұл қойларды бір-бірінен бөлмей бірге айдаймыз. Кез келген жаратылыс жұп болып жаратылғандықтан, біз де қойларға осы мағынада қараймыз. Өйткені жеке дара олар өздерін нашар сезінеді. Олар ең болмағанда екі немесе одан да көп болған дұрыс. Қазір біз ішінен бір жануарды таңдап, оны бағындырып көруге тырысамыз. بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر Көріп отырғандарыңыздай жануар тыныштық күйге енді. Байқағаныңыздай, ол бізге бағынышты халде. Ол құрбандыққа дайын, енді қарсыласпайды. Денесін толығымен бос ұстауда. Және ешқандай дауыс шығарып бақырмайды. Міне, мен жіберемін, және ол тұрып кете береді. No, you need to show to a skeptical person. Bismillah. Тыныштал, мен саған еш нәрсе жасамаймын. Bismillah, Allahu Akbar. It's okay, baby. Қараңызшы, мына жануар да тура осындай тыныштық қалпында. Және басқа жануарларға да Алланың есімі осылай әсер етеді. Адамның діні күшті болса, мұндай нәтижеге тезірек қол жеткізеді. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
Bismillah, Allahu Akbar. 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 Total submission. Қараңыздар, бұларда толығымен бағынуда. Негізі олар бізге басқа шаруа қожалығынан келген. Біздің қойларға қарағанда бұлар жабайылау. Және адамның сипалап қол тигізгеніне бұлар үйренбеген. Осылай бағынып, жайбарақат жатуы таңғалдырады. Олар құдды бір ұйқыда жатқандай. Тура солай сияқты. Алланың есіміне бағыну осы жерде нақты көрініс берген сияқты. Қандай сөзбен жануарларды толықтай жайбарақат күйге түсірді деп, қазір көпшілігіңіз менің арабша не айтқанымды білгілеріңіз келіп отырған шығар. Біріншісі, қасиетті кітапта келгендей, Алланың атымен және Алла ұлы деген сөз болатын. Арабша бұл бисмиллах, Аллаху акбар деп айтылады. Сонымен қатар мен басқа да дұғаны қолдандым. Мен оны жақсы көрем және жануарлар да жақсы көреді. Ол келесідей айтылады. Ол өте әдемі естіледі және онда Алланың ұлылығы жақсы дәріптелген. Оның мағынасы мынадай. Есімі аталғанда жердегі және көктегі ешбір нәрсе зиянын тигізе алмайтын Алланың атымен. Ол бәрін естуші, һәм бәрін білуші. Бұл шын мәнінде өте керемет дұға, әрі өте әсерлі. Кейінірек оның жануарларға қалай әсер ететінін тағы бір мәрте көрсететін боламыз. Allahu Akbar. Біз бұл қойды аукционнан сатып алғанбыз. Оның салмағы 800 фунт болатын. Қазірде ол салмақ жинау үстінде. Біз оның жем-шөбін жақсылап береміз және ол өзін бұл жерде жайлы сезінуде. Қазірдің өзінде оның салмағы жеңіл емес. Менің өзім оны әрең көндірем. Және менің ғана оған қауқарым жетеді. Оған бір нәрсені күшпен жасату қиындау. Әрине, егер оны өзі қаламаса. Ол өзінің қалағанын ғана жасайды. Егер мына қой бағанатын болса, онда Алланың есімінің әсерін және айқындай түскен боламыз. Бұл қойдың салмағы ауыр және оны жай ғана жерге жатқызу қиынға соғатын сияқты. Қолымыздан келетінін байқап көрейік. Bismillah, Allahu Akbar. Okay.
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر I'm putting only a finger. Мен саусағымды құлағының үстіне қойып дұғамды жасаудамын. Сіздер байқағандай, екі адам болып бұл қойды жерге әрең жатқыздық. Ал қазір қандай күйде қараңыздар. Оның тынысы бір қалыпты. Ешқандай мазасыздық жоқ. And he's happy with it. There's no breathing hard, if you know this. The lungs is not breathing hard. He's in total submission. Алланың жіберген пайғамбарлары Адам, Нух, Мұса, Иса, Мұхаммед барлығы дерлік, оларға Алланың игілігімен сәлем болсын, өз қолдарымен құрбандық шалған. Ешкімнің жәрдемінсіз. Бұдан келесідей нәтиже шығаруға болады. Бір адам, бір пышақ, бір құрбандық малы. Құрбандық жануарға күш көрсетіп, зиян келтіру арқылы емес, бәлкім мейірім көрсете отырып шалынады. Егер жануар өз еркімен бағынатын болса, онда ол құрбандыққа шалынады. Ал егер қарсыласса, онда оны қорасына жібереді. Құрбандық шалудың ережелері. Ең бірінші жануарларға су беріледі. Және олар бауыздалар сәтінде бір-бірін көрмейтін бөлек орындарда болады. Олар пышақтың қайыралуы сияқты процестерді көрмеуі керек. Егер жануар бақырып-шақырып мазасызданатын болса, оны қайтадан отарға қосады. Пышағыңыз өткір болуы тиіс. Жануарды басын қыблаға қаратып, оң жақ бүйірімен жатқызады. Бауыздап жатқан адам бисмиллах, Аллаху акбар деп дауыстап айтады. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.